Онлайн шопингтің денсаулыққа зияны көп. Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күн жылынса, жер бетінде тіршілік оянып, жаңа әлем орнайды. Сол секілді көктем шыққанда қыз-келіншектер де сұлуланып, ерекше әдемі болып кететіні жасырын емес. Мұның бәрі шопинг пен көктемнің әсері. Онлайн шопинг дегеніміз не? Шопинг дүкен аралау, яғни ақшаны қалтаға салып, бой жазып қайту дегенді білдіреді. Бұл адамға әсіресе әйелдерге ұнайтын істердің бірі. Ал онлайн шопинг үйде отырып ақ жасалады, яғни смартфонда ашып интернет-магазиндерді қарайсыз. Ол жерден қалаған затыңызды, киім-кешегіңізді таба аласыз. Интернет-магазин сонысымен де тиімді. Бірақ бір орнынан жылжымай сағаттап отырып жасаған шопингтің денсаулыққа зиянды жақтары бар дейді ғалымдар. Біріншіден, онлайн шопингте қимыл қозғалыс болмайды. Қазіргі кезде адамдар онсыз да көп қимылдауға жалқаулық танытып, көбіне компьютермен жұмыс істейтіндіктен онлайн шопингте олар үшін тиімді көрінеді. Дегенмен энергияны сақтамай, керісінше жұмсаған дұрыс. Егер отыруды жалғастыра беретін болсаңыз, күні бойы іштен жегеніңіз бөксеге, белге, дененің барлық жеріне май болып шапса бастайды. Май басқаннан бөлек, қимыл қозғалыс жасамаған адамның бұлшықеттері мен сүйектеріне ауырлық түсіп, әлсірей береді. Бір орында отырып жұмыс істеу немесе шопинг жасау жасы үлкен кісілерге өте зиянды. Мұндай жағдайда олардың денсаулығы күрт төмендеп, барлық аурулар қоза бастайды. Сол себепті де болар дәрігерлер қариялардың өзіне физикалық жаттығулар жасауға кеңес беріп жатады. Мысалы, жасы үлкен кісілерге бау-бақша жұмыстарымен айналысуға немесе таза ауада көбірек серуендеуге, сонымен қатар дүкен аралауға болады. Бұл қимыл қозғалыстың бәрі денсаулыққа әсіресе жүрекке пайдалы екен. Ғалымдардың айтуынша 20-30 минуттық жаяу жүрудің өзі адамның көңіл күйін көтеріп, бүкіл ағзасына жағымдылық сыйлайды екен. Сондықтан да үйде отырып, онлайн шопинг жасағаннан күн көзіне қарап, жарық әлемге шығып, бір сәт серуендеген дұрыс. Онлайн шопинг жасау арқылы сіз стресс гормоны кортизолды азайтасыз. Таза ауада серуендеу барлық адамға пайдалы. Сонда сіз тез агрессияға берілмей, өз ашуыңызды тізгіндей алатын боласыз. Стрессіз айналып өтетініне күмән жоқ. Ал серуеннің бұдан да пайдалы бола түскенін қаласаңыз, саябаққа барып, құстардың ән салғанын тыңдаңыз. Көк шөп пен түрлі ағаштардың арасында жүрудің өзі сізге керемет көңіл күй сыйлайды. Қыс айларында адамдар күн көзіне шыға бермейді. Көктемде осы олқылықтың орнын толтыруға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін саябақта серуендеуге немесе дүкен аралауға шығыңыз. Онлайн шопингтің тағы бір кері әсері қарым-қатынастың жоқтығы, эмоцияны шығара алмау. Ал қарапайым дүкен аралау арқылы сіз түрлі адамдармен кездесіп сөйлесіп, тіпті әдемі заттарды көріп, көзіңізді тойдыра аласыз. Оның бәрі адамның психологиялық тұрғыда денсаулығының жақсаруына айтарлықтай әсер етеді. Үйден шығып белсенді қимыл қозғалыс жасағанда, бұл әрекет адамның көру, есту, ес-сезу мүшелерінің жұмысын жақсартатынын да ұмытпау керек. Ал онлайн шопинг адамды бұл жағынан да қанағаттандыра алмайды. Онлайн шопинг тәуелділікке, құмарлыққа барып соқтырады. Ғаламтордан бір зат көремін деп ойлап смартфоныңызды қолыңызға аласыз. Алайда бір емес бірнеше затты қалай сатып алғаныңызды өзіңізде байқамай қаласыз. Яғни сіз құмарлықты, тәуелділікті тізгіндей алмайсыз. Түрлі заттарды көрген кезде қызығушылығыңыз артып, онлайн шопоголиктің нақ өзі боласыз. Мұндай адамдар ғаламторға тәуелді болып қалғанын мойындайды екен. Өйткені олар дүкен аралап жүріп, керек затын сирек алатын көрінеді. Онлайн шопинг жасауда өте абай болу керек. Егер онлайн дүкендерде тәуелді бола бастағаныңызды сезсеңіз, одан шығар жол бар. Дүкеніңізді аралап алғыңыз келген заттарды корзинкеге сала беріңіз. Содан соң көзіңіз тойғаннан кейін ғаламтордан шығып кетесіз. Осымен онлайн
шопинг аяқталады. Осылайша бірнеше рет жасап көрсеңіз, қызығушылығыңызды тізгіндеп, денсаулығыңызға да айтарлықтай зиян келтірмейтін боласыз.